Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін өздеріңіз білесіздер, қалалық деңгейде семинар ұйымдастырып отырмыз. Жалпы осы республикалық деңгейде өткізілетін біздің үздік педагог конкурсына байланысты. Жалпы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы номер 12 бұйрығымен бекітілген үздік педагог атағын беру қағидалары Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 9 тамыздағы 355 бұйрығымен толықтырулар енгізілген болатын. Осы бұйрық негізінде үздік педагог қалалық байқауы шамамен 2023 жылдың қыркүйек айында өткізілетін болады. Енді осы байқауға қатысатын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтеріне әдістемелік көмек көрсету мақсатында бүгін үздік педагог конкурсы жеңімпаздарының тәжірибесін тарату жоспарына сәйкес қалалық семинар ұйымдастырылып отыр. Жоғарыда айтып өткендей, 2022 жылы өзгерістер енгізілгенге дейін қалалық деңгейдегі конкурс офлайн өткізілетін болса, енді министрліктің платформасында педагогтың құжаттарын жүктеу арқылы қашықтан жүргізілетін болды. Ал республикалық кезең офлайн өткізіледі. Яғни педагог Астана қаласында сабақ өткізіп, өзінің кәсіби шеберлігін шыңдайтын болады. Бүгінгі семинарда 2022 жылдың республикалық деңгейде үздік педагог атағына ие болған Алматы көпсалалы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Жұмакова Гүлзат Саматовна өз тәжірибесімен бөлісіп, сіздерге жалпы конкурстың өткізілу барысымен таныстырады, құжаттарыңызды қалай дұрыс дайындау қажеттігін түсіндіреді, дұрыс жүктеу бойынша өзінің кеңесін беретін болады. Семинардың жазбасы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің YouTube каналына жүктеледі. Сондықтан кез келген уақытта жазбаны көріп, конкурсқа дайындалуда сіздерге осы семинарымыз өзінің көмегін тигізеді деп сенеміз. Олай болатын болса, мен сөз кезегін Гүлзат Саматовнаға беретін боламын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Жаңа Гүлнар Жалияловна айтып кеткендей, былтырғы 2022 жылы тамыз айында үздік педагог байқауына көптеген өзгерістер енгізілген болатын. Біз енді алғашқы рет сол өзгерістерді өттік, сол бойынша өздеріміздің тәжірибелерімізбен бөліскелі отырмыз. Енді бұл сайыс қазір платформада өтетін болғандықтан, сентябрь айында біздің колледждер бірден қалалық деңгейге өтеді, аудандық деңгейдегі сайысқа қатыспайды, оны жақсы білесіздер. Енді мен ойлаймын, қазірден бастап бірінші кезең құжат жинақтау кезеңі басталу керек. Барлық құжаттарыңызды қазірден бастап дайындай беріңіздер. Осы бұйрықта, 12-ші бұйрықта көрсетілгендей, 3 бөлімнен тұрады, 3 негізгі бөлім берілген. Сол 3 негізгі бөлімге арнайы папка бумалар арнап, және де бейне материал бойынша, эссе бойынша жұмыстарыңызды бастай берулеріңізге болады. Бейне материалға тақырыпты өзіңіздің кез келген пәніңіз бойынша түсіресіздер, саласыздар. Бірақ республикалық деңгейге барған кезде ол жердегі сабақты сіздер өздеріңіздің сол кезде қай жерге келдіңіз, өзіңіздің пәніңіздегі көрсетілген, КТП-да көрсетілген, МУК бойынша көрсетілген тақырып бойынша өтетін боласыздар сабақты. Енді бірінші бөлім ол негізгі жалпы оқытушылар туралы ақпараттар. Мына жерде барлығы, қазір мен атап өтпеймін, мұның барлығы сол 12-ші бұйрықта берілген.
Қазір жалпы электрондық нұсқадағы анкетаның бөлімдерімен және де ол жерде не болу керек, сол жөнінде айтатын боламын. Бірінші бөлім жалпы оқытушы туралы ақпараттар. Екінші бөлімде педагогикалық қызметтің мониторингі. Мониторинг соңғы 3 жыл бойынша беріледі. Соңғы 3 жылдағы білім алушылардың жетістіктері, оқытушының өзінің жетістіктері болу керек. Содан кейін үшінші бөлімде бұл ғылыми педагогикалық қызмет бойынша ақпараттар. Тәжірибемен бөлісу, зерттеу жұмыстары, түрлі жобаларға қатысу. Ескерте кететін жағдай, бұл жерде электрондық портфолиоға көбінесе қалалық және республикалық деңгейдегі жетістіктер салынады. Колледжшілік, аудандық олар ескерілмейді. Және де республикалық деңгейге өткенде де кейбір қалалық деңгейдегі шараларды алып тастауы да мүмкін ұпайдан. Енді бізде 2 платформа бар білім министрлігінде, ол күнделік кезет, оған көбінесе мектеп пен балабақша оқытушылары жүктейді, біздің колледждің оқытушыларға арналған Teacher Contest платформа деген осы платформа арқылы жұмыс істейміз. Енді қалалық әдістемелік кабинеті толық консультация беріп отырады. Осы қалалық әдістемелік кабинет арнайы чат құрады, үздік педагогтарға арналған конкурсқа қатысатындарын, және сол жерде барлық ақпараттарды толық түсіндіріп айтып отырады. Айтқан ақпараттарды мұқият тыңдап, сұраған ақпараттарды толық беріп отыру керек, өйткені солар арқылы сіздерді осы платформаға қосады. Енді сол платформамен таныстыруды бастайық. Платформаның мынау алғашқы беті. Алғашқы бетінде міндетті түрде соңғы жаңалықтар орналасады. Қандай өзгерістер болып жатыр, конкурстың қазір қандай деңгейі өтіп жатыр, қай уақытта өтеді дегендей. Және де осы жерде эссенің тақырыптары беріледі. Және де өздеріңіз тілді таңдай аласыздар. Қазақша толтырғыларыңыз келсе, қазақ тілінде, орысша толтырғыларыңыз келсе, орыс тілінде толтырасыздар. Былтырғы жылы бізде конкурстың алғашқы деңгейі басында 25 қыркүйекке дейін деп берілген болатын, 12 қыркүйектен 25 қыркүйекке дейін. Бірақ біздің техникалық кәсіптік білім органдарына, мекемелеріне және де арнайы мектептерге 30-на дейін созған болатын. Арғарай келесі бетте мына жерде әрбір кезеңі көрсетіледі. Байқаудың өткізілу кезеңдері, аудандық кезең қай уақытқа дейін, қалалық, облыстық деңгей және республикалық деңгей. Былтыр республикалық деңгей қараша айының 11-не дейін өткізілген болатын. Осы жерде сіздер нормативтік құжаттарды да таба аласыздар, интернеттен арнайы іздемей, осы жерден де осы 12-ші бұйрықты жүктеп алса болады. Сонан кейін міндетті түрде өздеріңізге логин, пароль құрастырасыздар. Сол логин, пароль арқылы осы жүйеге кіретін боласыздар. Сонан кейін сіздің жеке кабинетіңіз ашылады. Мына жерде байқауға қатысушының жеке кабинеті деп тұр. Личный кабинет участника конкурса дейді. Бұл жерде менің бейінім, мой профиль, менің анкетам және менің нәтижелерім деген 3 папка тұрады. Осылардың барлығын мынау тіркелген кездегі сіздердің данныйларыңыз беріліп тұрады біріншісінде, екіншісінде сол анкетаны толтырасыздар. Ең соңындағы менің нәтижелерім деген, бұл әрбір кезең біткен кезде осы жерде сіз қазір қандай кезеңде екеніңізді, қандай балл жинағаныңызды көретін боласыздар. Енді мына жерде мой участие в конкурсе деген, сіз конкурстан өткеніңіз, өтпегеніңізді осы жерден білесіздер. Мына жерде история изменения статуса анкеты деген болады. Анкетаның қазіргі кездегі статусы қандай? Онда не жазылады?
Міне, мына жерде мендегі өзгерістер. Ең бірінші сіздер бастайсыздар құжатты жүктеуді. Сол кезде сағат қай күні, сағат нешеде сіз жүктеуді бастадыңыз. Мына бірінші жазу пайда болады. Сонан кейін ең соңында сіз барлық салып болғаннан кейін анкетаның толтырылуы аяқталды деген жазу, қай уақытта сіз аяқтадыңыз, сағат нешеде аяқтадыңыз. Сол туралы ақпарат беріледі. Аяқтау деген, завершение деген кнопканы егер сіздер баспайтын болсаңыз, мына жазба шықпайды. Бізде былтырғы кезде кейбір оқытушылар завершить дегенді баспай, аяқтауды баспай, сохранитті басып, байқаудан шеттетіліп қалған кезеңдер кездесті. Сонан кейін, егер сіздер өткен болсаңыздар, қалалық деңгейден ары қарай келесі деңгейге өткен болсаңыздар, мына жерде назначены эксперты для проверки анкеты деген жазба пайда болады. Біз енді қалалықтан бастаймыз ғой, екінші деңгейден. Екінші деңгейге біздің колледждің оқытушылары түгел өтеді. Сонан кейін қашан басталғаны жазылады. Егер сіз жеңімпаз болсаңыз, о жерде сізде победитель этапа деген жазу пайда болады. Егер өтпесеңіз, мұндай жазу пайда болмайды. Тура солай республикалық деңгейде де қай кезде сізге қандай анкетаны тексеруге комиссия құрылды ма, жоқ па, сол туралы ақпарат беріледі. Комиссия енді Алматы қаласында көптеген кәсіподақ кіреді, сонан кейін мемлекеттік емес ұйымдардан шақырылады енді. Ал республикалық деңгейде о жерде оны уақыт келе ретімен айтайық. Міне анкетадан бастайық. Ең бірінші, мынау бірінші бет, менің анкетам дегенде осыны толтырасыздар. Ең бірінші мына жерде білім беру ұйымының түрі, бізде техникалық кәсіптік білім ұйымы, сонан кейін қандай мекемеде жұмыс істейсіздер, аты жөндеріңіз, бұл енді анкеталық нелер, қай сабақтан бересіз, стаждарыңыз деген сияқты. Бұл жерде, мына жерде анкетада награды дегенде аттарын ғана жазып шығасыздар, ар жақта награды деген арнайы жүктейтін тағы да бет болады. Сол жерге өткен кезде сертификаттарды сол жаққа жүктейтін боласыздар. Мына ең бірінші бетте тек қана данныйларыңызды, берілген ақпараттарыңызды жазып шығасыздар. Одан кейін мына жерде заявлениеңізді, өзіңіздің өтінішіңізді міндетті түрде басшыға бекіткізіп, соның қосып қоясыздар. Мына жерде қосымша деген, приложение деген бар, соны басқан кезде Word түрінде берілген құжатты жүктеуге болады. Одан кейін жеке куәлігіңізді тіркейсіздер, сонан кейін кадр бөлімінен міндетті түрде жұмыс орнында бекітілген личный листок деген болады. Соны аласыздар, соны бекіткізесіздер, соны саласыздар. Содан кейін еңбек өтіліне қатысты еңбек кітапшасында осы жерге тіркеу керек. Міндетті түрде олардың бәрі бекітілген болу керек. Содан кейін барлық құжаттар анық, нақты оқылатындай, әрбір әрпі көрінетіндей болу керек. Содан кейін мына жерде білімі туралы деген, бұл жерде егер сіздерде бірнеше диплом бар болса, мүмкін бірнеше жоғарғы оқу орнын бітірді, мүмкін қайта даярлау курсынан өтті, одан кейін бакалавриат, магистратура, PhD бітіргендері болса, әр қайсысын жеке-жеке осы жерге жүктейтін боласыздар. Міндетті түрде әр қайсысын бөлек жүктеп шығу керек. Одан кейін мынау академиялық дәрежелеріңіз, егер бар болса, жаңағы магистрсыз ба, бакалаврсыз ба, жоқ әлде PhD докторысыз ба, соны көрсету керек. Егер жоқ болса, онда жоқ деп жазасыздар. Содан кейін ғылыми атақтарыңыз, содан кейін міндетті түрде директордың атынан ұсыным, представление дейді, рекомендация дейді, ұсыныс хат болу керек.
сіздердің барлық жетістіктеріңіз көрсетілген, анкета түрінде жасала ма, жоқ жай не өздеріңіз бір формада колледждің ішінде бекітіп, міндетті түрде соны жүктейсіздер. Одан кейін біліктілік курстарыңызды жинайсыздар. Біліктілік курстар 5 жылға беріледі. 5 жылдағы біліктілік курстары қай жылы, қай жерде өттіңіздер, тақырыбы қандай болды, содан кейін мына жерге жүктейсіздер өзін. Тағы да анықтап жүктейсіздер, жазылуы оқылатын болу керек, және де 5 жылдың алдындағыларды жүктемейміз. 5 жыл бойынша жүктейсіздер. Содан кейін мына жерде марапаттар кетеді. Бағана айттым ғой, алғашқы неде құр атап шығасыздар. Білім министрінің грамотасы, мақтауы, немесе бір ордендеріңіз болса, ана жақта атап шыққандарыңызды, сол атап шыққандардың барлығын осы жерге салып шығасыздар. Ең жоғарғы органнан бастайсыздар, ведомстволық наградалар, одан кейін барып республикалық деңгейдегі наградалар, одан кейін барып қалалық деңгейдегі наградалар. Наградаларыңызды деңгейге бөліп, бумаға салып қойсаңыздар болады. Сонда жүктеуге өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді мына жерде признание педагогов общественностью дейді, бұл жерде пікірлер кетеді. Бұл жерде сіздер әлеуметтік серіктестерден пікірлер алып, соны салсаңыздар болады. Содан кейін әкімшіліктен, мысалы сіздер бірнеше әлеуметтік серіктестермен жұмыс істейтін болсаңыздар, солардың барлығын бір Word құжатына жинақтап, PDF түрінде бір документ қылып, әлеуметтік серіктестердің пікірі деп салсаңыздар болады. Оның әрқайсысын жеке-жеке салмай. Содан кейін әкімшіліктің пікірлері деп, директордың орынбасарын, әдіскердің әрбір нені сол тоже PDF форматқа жасап, бір файлға салып жүктесеңіздер болады. Одан кейін ұжымдастар, әріптестердің пікірлері, бітірушілердің пікірлері. Содан кейін өздеріңіз бір халықаралық деңгейдегі бір мекемелермен жұмыс істейтін болсаңыздар, арнайы курстардан өтетін болсаңыздар, тағы да бірдеңелерге қатысатын болсаңыздар, оларды да осы жерге көрсетесіздер. Сонан кейін барлықтарымыз біз енді көбіміз мына ұстаз кәсіподағының мүшесіміз, Аманат партиясының мүшесіміз. Мүмкін сіздер тағы да бір қоғамдық ұйымдарда қоғамдармен бірлесе жұмыс істейтін шығарсыздар. Олардың да құжаттарын осы жерге қосу керек. Өйткені сіз солармен тығыз байланыста жұмыс істейтіндеріңізді дәлелдеулеріңіз керек. Одан кейін влияние на сообщество дейді. Признание в средствах массовой информации, членство в благотворительных организациях дейді. Бұл жерде сіздер туралы ақпарат, бұқаралық ақпарат құралдарында сіздер туралы жазылған болса, сіздердің жұмыстарыңыз басқа жерлерде бағаланған болса, бір мүмкін қоғамда көмектесетін бір арнайы бір қорларға қатысасыздар ма, сол жөнінде де ақпараттарды, солардың хаттары, солармен бірге түскен суреттер, соны дәлелдейтін міндетті ақпараттарды қосып, осы жерге салсаңыздар болады. Одан кейін мына жерде развитие ценностного образования учащихся и воспитанников, сотрудничество с организациями образования других стран дейді. Демек, жақын алыс шетелдерге түрлі жобаларға қатысып жатасыздар, өздеріңіз қатысасыздар, студенттеріңіз қатысады, басқа Ресей ме, Турция ма, Қытай ма, қазір көптеген елдерге біз шығып жатырмыз ғой, жақын жердегі Польша, Латвия дегендерге елдермен солардың сертификаттары, алғыс хаттары болса, соны осы жерге қосуға болады. Содан кейін мына жерде сертификат национального квалификационного тестирования дейді. Біліктілік тесттен өтіп жатырсыздар ғой қазір. Сол тесттен қанша балл алғандарыңызды көрсетесіздер де, приложенияға соны салып қоясыздар. Міндетті түрде алып көрсетесіздер, қосасыздар осы жерге, жүктейсіздер.
Одан кейін результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся дейді. Бұл жерде бағанағы айттым ғой, екінші папкаға жинайсыздар мониторинг деп. Оқушылардың жетістіктері 3 жыл ішінде білім алушыларыңыз қандай сайыстарға қатысты, қай жерде жеңімпаз болды, солардың сертификаттары, медальдары, атақтары барлығын жинақтап осы жерге қосып қоясыздар, жүктейсіздер. Оны да бір файлға жинап, PDF-пен бір документ ретінде қоссаңыздар да болады. Ары қарай енді оқытушының өзінің қандай нелерге, байқауларға, мына жерде оқушылардікін бір файлмен жүктеп қойсаңыздар, оқытушының әр файлын жеке-жеке саласыздар. Республикалық деңгейдегі қандай конкурсқа қатыстыңыз, қалалық деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі әрбір сертификатты бұл жерде әрбір деңгей бойынша жеке-жеке салатын боласыздар. Одан кейін жаңа мына жерге келдік. Достижения обучающихся воспитанников на олимпиадах, конкурсах, научных проектах. Тоже проектлерді, олимпиадаларды бұл жерде жеке бөліп қойған. Оны бөліп осы жерге жеке әрбір мероприятие шараның атын жазасыздар. Содан кейін барып, оның нәтижесі қандай? Мысалы, сіздің бір студентіңіз ғылыми жобаға қатысты. Сол ғылыми жобада ол не алды? Сертификат алды ма, диплом алды ма? Соны көрсетесіздерді, қай жылы алғанын көрсетесіздер. Содан кейін сол дипломды, немесе сертификатты, немесе медальды осы жерге салатын боласыздар. Келесі ғылыми педагогикалық қызмет, оқытушының ғылыми педагогикалық қызметі туралы ақпарат беріледі. Бұл жерде сіздердің өздеріңіздің авторлық бағдарламаларыңыз болса, соны саласыздар. Содан кейін түрлі оқу әдістемелік құралдар, егер дайындаған болсаңыздар, соларды, бірақ олардың қоса түрлі семинарларға қатысқан протоколдар, хаттамалар, соларды көрсету керек. Фестиваль, дөңгелек үстел, қала бойынша, республикалық бойынша түрлі шараларға қатысқан әр қайсыларыңыз тағы да бұл жерде жылда несін. Мысалы, біріншісінде озық педагогикалық тәжірибені тарату дейсізде, содан кейін сол тарату бойынша қандай құжатыңыз бар, барлық нелерді салып шығу, материалдарды толық анық қылып, оқылатындай, көрінетіндей қылып, мүмкін сіздің өзіңіздің әлеуметтік желіде бір арнайы сайтыңыз бар шығар, тәжірибемен бөлісіп отыратын, оны да көрсетесіз. О жерде міндетті түрде ссылкасы болу керек, сілтемесі, сол арқылы кіріп көре алатындай. Әрбір құжатты айтқаннан кейін дәлелдеме міндетті түрде оған болу керек.
Мүмкін сіз мастер-класс өткіздіңіз қалалық деңгейде. Оны да сол мастер-класс бойынша міндетті түрде бізде қазір салады ғой. YouTube каналға, Instagramға салады. Солардың сілтемесін көрсету керек. Содан кейін мына жерде мақалалар, қандай мақала, қайда шықты, тақырыбы қандай, қай жылы, және де қысқаша не жөнінде деген сияқты. Содан кейін мақаланың өзін саласыздар. Журналдың аты көрсетілу керек, жылы көрсетілу керек, және де сіздің мақалаңыздың аты жылы ғана ғой, мақаланың өзі де міндетті түрде болу керек. Содан кейін мына жерде зерттеу жұмыстары. Егер сіздер зерттеу жұмыстарына қатысқан болсаңыздар, мысалы, көбінесе УМО болса, біз біреулер оқулық шықса, сол оқулық бойынша сараптама жазамыз. Немесе тестілеу орталығымен бірге жұмыс жасаймыз. Сол жерде тестілеу орталығына қатысты сіздерде бұйрық беріледі ғой, міндетті түрде хат келеді алдымен, талаптан, министрліктен, ұлттық бірыңғай тестілеу орталығынан сол хатты жазасыздар. Сол хатта міндетті түрде сіздердің фамилияларыңыз болады қосымшада. Соны да көрсетесіздер. Сосын қай жылы қатысқаныңызды барлығын дәлелдейтін нақты анық ақпараттарды толық салу керек. Одан кейін тәрбие жұмысы кетеді. Бұл тәрбие жұмысы бойынша бізде өзіміздің қалалық деңгейдегі шаралар, тағы да республикалық деңгейдегі шаралар, солар міндетті түрде көрсетілу керек. Мына жерде материалы по реализации образовательных педагогических проектов дейді. Енді біз көбінесе талаппен жұмыс істейміз. Талап акционерлік қоғамы бойынша біз көптеген активизация дейді ғой, типтік оқу бағдарламалары бойынша оны қайтадан жаңаладық, модульдік жүйеге көшуіне байланысты көптеген бағдарламалар жасадық қой. Сол бойынша сол материалдарыңызды, сол бұйрықтарымен, барлық дәлелді материалдармен бірге салу керек. Сосын мына жерде волонтерская деятельность, участие в благотворительных мероприятиях за последние 3 года дейді. Бұл жерде бұл республикалық деңгейдегі бағдарлама негізінде сіздер қатыстыңыздар ма? Соған қатысты дебаттар, тағы да түрлі шаралар бойынша саласыздар. Содан кейін біз енді телевиденияға қатысқан жоқпыз, бірақ біз пандемия кезінде бейне сабақтар әзірледік. Сол бейне сабақтар талаптың сайтында тұр. Соған сілтеме беріп, сол жердегі тақырыптарын бәрін көрсетіп салсаңыздар болады. Одан кейін өзіңіздің бейне сабағыңызды түсірген кезде сол жерде талаптар көрсетілген. Міндетті түрде бейне сабақ сол талапқа сәйкес болу керек. 15 минуттың ішінде сіз өзіңіздің сабағыңыздың ерекшеліктерін, әдіс тәсілдерін көрсету керексіздер. Сабақтың тақырыбы, қай курсқа арналған, қандай модульге арналған, солардың барлығын туралы ақпарат ала білу керек. Эссеге қатысты айтатын болсам, эссе 500 сөзден аспау керек. Word бағдарламасында саласыздар, PDF-та салмайсыздар. Себебі эссені плагиатқа тексеретін болады. Егер сіздер PDF-та салатын болсаңыздар, онда ол тексерілмейді плагиатқа. Ал плагиатқа тексерілмейтін болса, онда сіздерді плагиаттан өтпеді деп байқаудан шеттетіп тастауы мүмкін. Қандай антиплагиатпен тексеруге болады, ол туралы сіздерге ұсынысты беріп отырады. Өздеріңізде тексеріңіздер. 90-100% болу керек сіздердің оригинальность текста дейді ғой, шынайылығы 90-100% болу керек. 70-80 болса, олардың бағдарламасы бойынша өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан ол жерде эсседе өздеріңіз туралы, өздеріңіз ой, тәжірибелеріңіз, соларды қосып,
сол боюнча жазгандарыңыз дұрыс. Сонан кейін эссенің соңында мына жерде 3 батырма болады. Қазір мына жерде жоқ, көрсетіліп тұрған жоқ. Бірақ сіздер жұмыс жасап жатқан кезде 3 батырма тұрады. Біріншісі сохранить анкету, екіншісі завершить анкету деген 2 батырма тұрады. Сіз әрбір бағдарламаны, материалдарыңызды саласыз, бүгін сақтап қоясыз, келесі жол келесіз, толықтырасыз, қайтадан сақтап қоясыз, завершить дегенді баспайсыз. Завершить дегенді егер бассаңыз, онда тағы да бір кнопка пайда болады. Ол жерде внести изменения в завершенную анкету деген болады. Сол кезде соны басып, сол арқылы тағы да өзгерістер енгізу керек. Бірақ завершить работу деген батырманы тағы да қайталап айтамын, ұмытып кетпеңіз басуды. Одан кейін енді мына жерде менде қалалық деңгейдегі Астана қаласындағы ашық сабақ өткізу. Ашық сабақты міндетті түрде сіздерге айтады, қай күні өткізетіндеріңізді. Ол жерде 20 ұстаз барса, сол 20 ұстаздан міндетті түрде бәрі өтіп кетеді деген емес. Әрбір регионнан тек қана 3 адам өтеді. Бізде мысалы осы биыл 2 мектептікі өтті, 1 колледждікі өтті. Тәрбиеші өтпей қалды. Кейбіреулерде колледж өтпей қалды, 2 мектеп және де балабақша өтті деген сияқты. Ең соңында барлығы дұрыс болса, жеңімпаз атанасыздар. Уақыт тығыз. Мен баяндамам осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіз бе? Жеңісіңізбен құттықтаймын. Мен аты-жөнім Газиза Елесовна. Бір сұрағым бар. Астанада сабақты өткен кезде сол жерде класс бере ма? Балалармен өтесіз бе? Жоқ, дайындап барған сабағыңызды көрсетесіз бе? Жоқ, дайындап барған сабақты көрсеткенде сізге арнайы өздері мамандық бойынша, сіздің мамандығыңыз қай колледжде бар, колледжде өткізесіздер. Сол өзіңіздің мамандығыңыз бойынша топты сізге береді. Сіз барып, кабинетті дайындап, енді бізде колледждегі академический свобода бар ғой, сондықтан тақырыпқа өзіңіз сол кездегі тақырыбыңыз бойынша өтесіз. Кабинет береді, группа береді. Сонан кейін ол жерде 3 комиссия болады. Біреу өрлеуден, біреу білім министрлігінен, және тағы да бір организациядан. Олар бір-бірін танымайтын Алтынсариннан. Сол үшеулері өздері жеке-жеке отырып, бір-бірімен сөйлеспей отырып, өздерінің бағасын береді. Сонан кейін комиссияға өткізеді. Сол 3 комиссияның бағасын қорытындысы орта балы бойынша сіздің сабағыңызды бағалайтын болады. Рахмет. Портфолио бөлек бағаланады. Алдында олар портфолияны бағалап алады. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Рахмет, Гүлнар Жалиловна. Сәлеметсіз бе, Гүлнар Саматовна? Бір сұрағым бар. Кешіріңіз, бейне сабақ талаптан қойылатын ертеректе түсірілген болу керек пе, әлде жаңадан түсіру керекпіз бе? Бейне сабақтарды. Бейне сабақты өздеріңіздің колледждеріңізде, өздеріңіздің кабинеттеріңізде, немесе қазіргі кезде көп көңіл бөлінетін әлеуметтік серіктестермен бірлесіп, соларды шақырып, немесе солардың деңгейлерінде нетсе, ол да болады. Жаңадан түсірілуге болу. Жаңадан түсіресіздер, дайын сабақ салмайсыздар. Міндетті түрде осыған арнайы осы күнгі 23 жылдың сабағы болу керек.